Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Біздің Рамазан айына да өте жақын уақыт қалды. Осы Рамазан айына бірге дайындалып алсақ деген мақсатта ең әуелі өзімнің нәпсіме, өзім үшін ескерту мақсатында бұл сабақтарды түсіріп жатырмын. Сонымен бірге айналамда бір мұсылман бауырларым да бұл сабақтардан пайда алса екен деген мақсатпенен дәрісті бастадық. Аллах Тағала Рамазан айы туралы Құранда «Я юхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун». Яғни, ей иман келтіргендер, сендердің бұрынғыларға парыз етілгендей сендерге де ораза парыз етілді. Бәлкім сақтанарсыңдар, бәлкім тақуа боларсыңдар осыменен. Біздің әрбір әрекетіміздің бір жемісі бар. Мысалға, біз бір әрекет жасаймыз, белгілі бір нәтиже аламыз. Тура солай ғибадаттарда да егер біз оны дұрыс жасайтын болсақ, оның бір жемісі болады. Егер біз Рамазан айына Аллах Тағала қалағандай өткізетін болсақ, Аллах Тағала айтқандай оразаны, ғибадатын орындайтын болсақ, ұстайтын болсақ, бұның беретін нәтижесі, бұның берер жемісі бізге ол тақуалық екен. Яғни лааллакум таттақун, бәлкім тақуа боларсыңдар. Тақуалықтың ішіне өте көп нәрселер кіреді. Хауф пен ражау, Аллах Тағаладан қорқу мен үміт арту. Истияна, яғни жүректе Алладан басқа нәрсеге жүректі байламау, зүһдтік, дүниені қолда ұстау мәселесі. Яғни біз қызығып жүрген қандай да бір сипат бар екен, Аллах Тағаланың қасында сүйікті болған бір сипаттар бар екен, ол сол бір тақуа қолдарында болады. Яғни сол нәрселерге қол жеткізуге мүмкіндік айы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Иза дахала Рамадан», егер Рамазан айы кіріп келетін болса, ол кезде тозақ есіктері жабылады, жәннат есіктері ашылады. Және десе осы айда кім кешірім сұрайтын болса, Аллах Тағала оның кешірімін қабыл етеді, тәубесін қабыл етеді. Кім қандай да бір дұға жасайтын болса, дұғасында ешқандай кедергі болмайды. Бірақ та сондай бір сипаттағы адамдар бар, олардың дұғасы қабыл болмайды. Олар 1000 жерден садақа берсін, олар ғибадатын өте көп өткізсін, Құран оқысын, бірақ дұғасы қабыл болмайтын адамдар бар. Аллах Тағала сондай бір шекара қойған, егер сенің бойыңда мынау бір сипаттар болады екен, мен сенің дұғаңды қабыл етпеймін деген. Яғни біз сондай бір сипаттардан арылуымыз керек. Сабақты бастаудағы мақсатымыз да осы. Бостан босқа, бекерден бекерге Рамазан айында аш қалып қоймайық. Яғни аштық пенен босқа өткізіп алмайық Рамазан айын. Мақсатымыз ораза ұстау, дұғаларымыздың қабыл болуы, тәубеміздің қабыл болуы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Мен саума Рамадана иманан ва ихтисабан, ғуфира лаху ма тақаддама мин занбихи». Яғни кім Рамазан айына шынайы сенімменен сауабын бір Алладан үміт етіп ұстайтын болса, оның бұрын сонда жасаған күнәлары кешіріледі. Біздің осы күнге дейінгі қаншама аузымыздан шыққан боқтық сөздер болуы мүмкін. Немесе осы күнге дейінгі жасаған қаншама күнәларымыз бар. Қазір біз оның тізімін тізетін болсақ, ол әшкере болатын болса, адам бір-бірінен жеркеніп кетеді. Бірақ Аллах Тағала сонда да әрбір адамның сондай бір күнәлары бар, оны ата-анасы білсе, немесе өмірлік жұбай білсе, ол адамнан жүз өгіреді, ол адамнан қашады. Сондай бір күнәларды да Аллах Тағала жасырып келе жатыр. Сондай бір Рамазан айы сол бір сәт, біз сол бір күнәларымыздан кешіріліп алуымыз мүмкін. Аллах Тағала кешіріп жіберуі мүмкін. Ол үшін есе Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айын қалай ұстау керек екендігі туралы айтқан хадистерде келеді. Иншалла дәрістерімізде осы нәрселерді өтеміз. Сонымен бірге дұғасы қабыл болмайтын адамдар да бар. Ол туралы да сөйлесеміз. Шайтан, мардуд, лағнатулла, Аллах Тағаланың лағнеті болсын, оның білімі болған. Яғни бізге дейін ол өмір сүрген адам баласының қазіргі тілмен айтқанда психологиясы қалай, оның ойлау жүйесі қандай, оның құндылықтары қандай, ол барлығын біледі. Әр айда Рамазан айы келетіндігін, және де Рамазан айында адамдарға әсер бере алмай қалатындығын да біледі. Сол үшін ол Рамазан айына дайындалады. Арабтарда нафақ деп айтады, яғни түнел. Рамазан айы сондай бір бізге мүмкіндіктер берілетін, сауап берілетін
дұғаларымыз қабыл болатын сәттерден де осы бір түнелден ешбір жеміссіз өткізіп жібергендей сол бір жеміссіз өтіп кеткенімізді қалайды. Ол үшін әрекет етеді. Ол үшін біздің бойымызға күнәларды сіңдіреді, әдетке айналдырады. Нәпсімізді еруге, нәпсіміздің семіртіп алуға, біз нәпсімізге иелік ету үшін емес, бәлкім нәпсіміз бізге иелік етуіне 11 ай бойы әрекет етеді. Бағана айтқанымыздай, дұғасы қабыл болмайтын адамдар бар. Ол қандай адамдар? Ең біріншісі қатиул рахым, яғни тума туыспен қарым қатынасты үзген кез. Яғни біз өзіміздің туған бауырымызбен, әпкемізбен, ағамызбен, інімізбен тума туыстықты үзгенбіз, қарым қатынас үзілген, немесе айналамыздағы ағайындыларменен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, тума туыстықты жалғастыру турасында, ол сенен бас тартқан кезінде сен оған қол беруің. Ол бандай болды, мен сенімен араласуды тоқтатам деуі мүмкін. Бірақ сен сол кезде қол беруің, міне осы туыстық қарым қатынасты сақтау. Кімде-кім туысқандарыменен қарым қатынасты үзеді екен, араласуды тоқтатады екен, Аллах Тағала оның дұғасын қабыл етпейді. Ораза айында да қабыл етпейді ол нәрсені. Сол үшін егер біз айналамыздағы ағамызбен, әпкемізбен, қарындасымыз, сіңліміз, ініміз, бауырымыз, немесе анамыз жақтан, әкеміз жақтан, тума туыстарменен қандай да бір арада ұрыс керіс өткен болса, Алла үшін кешірім сұрап, Алла үшін қарым қатынасты түзеп қоюға әрекет етуіміз қажет. Қате сізде емес, қате менде емес, қате оларда. Және олар ең сорақысы қатесін түсініп тұрған жоқ. Мақсатымыз бір адамның қатесін түсіндіріп беру, немесе бір адамның қатесін өзіне дәлелдеп беру емес. Мақсатымыз Алла разылығы үшін қатиул рахым, яғни қарым қатынасты үзіп алмау. Олар менен сол туысқандық деңгейінде араласып отыру. Кейде біз айтамыз, мен кешіре алмаймын. Ол маған мынандай нәрсе жасаған деп айтамыз. Әрбір адамның өзінің бір жақындарынан көрген зұлымдығы бар. Өзінің жақындары оның жүрегін былай айтқанда бөліп тастаған. Өте бір ауыр сөздермен, өте бір әрекеттермен, бәлкім қиянатпен, бәлкім ұрлықпен, бәлкім ол туралы жаламенен. Қайта еске алсаң, өте бір ауыр сезімдерді сезінесің. Бірақ мына нәрсені түсіну керек. Кім кешірімді қалайды, кешіру керек. Аллах Тағаланы сіздің күнәларыңызды кешіргенді қалайсыз ба? Онда сіз де кешірім беріңіз. Сіз де кешірім беріңіз ол нәрседе. Кешіре алмай жатсаңыз, Алладан сұраңыз, мүмкіндік бер. Жүректерімізде Аллах Тағала өзіне бұруыны, жұмсақтық беруіні, адамдарға деген мейірімділік беруіні біз сұрауымыз қажет. Ол адамдар бізге не істеген болса да. Одан кейінгі сесе ақил уалидайн, яғни ата-анаға ақ болу. Ата-ана ешқашан баласына мен сенен ақ болдым, мен сенен разы емеспін деп айтпайды. Бұл уағызды, бұл насихатты сіздерге айта отырып, мен өзімнің де қазір жүрегімнен өтіп жатқан нәрселердің бірі, бұл осы бір ата-анама қаншалықты бір жақсы перзент бола алып жүрмін деген бір сұрақтың астында қалып жатырмын. Бұл нәрсені айтуменен мен кереметпін, мен жақсымын деген нәрсе емес. Менің де өзімнің бір кемшіліктерім бар, менің де өзімнің бір ақаулықтар бар, перзенттік борышымды дұрыс атқара алмай жүрген жерлерім бар. Яғни ақил уалидайн. Аллах Тағаланың қасында ата-анасына ақ болған адамдардың дұғасы қабыл болмайды. Ол үшін ата-ана міндетті түрде бағана айтқанымыздай ақ болдың деп айту шарт емес. Өйткені ол нәрсені ата-ана ешқашан айтпайды да. Бірақ біз ата-анамызды ренжітетін болсақ, жылатып алатын болсақ, бұл Алла сақтасын баланың әке-шешесінің ақ болуына себеп болып қалатын нәрселердің бірі, себептердің бірі. Сол үшін оразаға дейін ата-анамыздың алдына барып, олардан бір кешірімін алып, ерке балаңызды, ақмақ балаңызды, өз-өзін ұстай алмайтын балаңызды бір кешіріңіз деп ата-анамыздың да бір кешірімін алып алуымыз қажет. Егер біз ата-анамызға ақ болып қалған болсақ, қанша жерден
қаншама ракаттар намаз оқысақ, қаншама садақалар беретін болсақ, қаншама Құран тилауаттарына қатысып, Құран оқитын болсақ та, хатмул Құрандарға қатысатын болсақ та, Аллах тағала ол ғибадаттарымызға қарамайды, ата-анамызды разы етпейінше. Яғни аяттарда да келген ол нәрсе. Ал сонымен бірге одан кейінгі сессия мудминул хамр, яғни адамды мас ететін ішімдіктерді ішу. Қазіргі күнде, қазіргі тілмен айтқанда, алкоголь құрамында алкоголі бар ішімдіктерді ішу. Рамазан айы келсе де, ораза айы келсе де тоқтатпайтын адамдар. Ораза айында да осылай, яғни мас күнем болып жүретін адам. Аллах тағала бұл адамның дұғасын қабыл етпейді. Ораза айына келген кезінде адам ішіп қоюдан, осындай бір харам нәрселерден сақтану керек. Ораза айына дайындықтардың ең үлкен дайындықтың бірі бұл дұға жасау. Қазірден бастап, я Аллах тағалам, мені Рамазан айына дейін аман есен жеткіз. Женесе Рамазан айында өзің қабыл ететін оразаны ұстауымды маған нәсіп ет деп дұға жасау, тәубе ету, оразаға дейін дайындалу. Егер біз айналамыздағы тума-туыспен қарым-қатынасымызды үзіп қойған болсақ, барды келді тоқтап қалған болса, осы нәрсені жалғастыруды бастау керек. Ата-аналарымызды ренжітіп алған болсақ, ол кісілердің кешірімін алып, бәлкім сыйлықтар беруменен, бәлкім бір қыдыртуменен ол кісілердің көңілін көтеріп қоюымыз. Егер біздің бойымызда ішімдік ішуге деген бейімділік болатын болса, үйреніп қалған болсақ, сол күнге дейін біз әрекет етуіміз қажет, тоқтатуымыз қажет, тастауымыз қажет ол нәрселерді. Өйткені бағана айтқанымыздай, мудминул хамр, үнемі мас күнем болып жүретін адам ораза айында да, ол адамның да дұғасы қабыл болмайды. Иншалла, келесі сабақта жүздескенше аман сау болыңыздар. Алдағы сабақтарымызда әлі оразаны сапасын бұзатын, оразаның руханиятын сындыратын, оразаның сауабын кемейтетін тақырыптарды өтеміз. Алла нәсіп етсе, бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум.